Алғашқы сабақ eBay сайтына тіркелу. Ол үшін ebay.com сайтына кіресіздер. Жоғарғы жақта «Зарегистрируйтесь» дегенді басасыздар. Содан мынандай экран шығады. Бұл жерде аты жөндеріңізді ағылшын тілінде толтырасыздар. Электронный почта міндетті түрде Gmail болу керек, өйткені бұл американская платформа болғандықтан gmail.com-ға SMS жылдамырақ келеді. Пароль, одан кейін парольді жазған кезде міндетті түрде цифра және мына жерде мен адам робот емес екенімді тексеріп жатыр. Пароль жайлы айта кетсем, осы парольді ұмытып қалмаңыздар. Міндетті түрде күнделікті қолданатын ұмытпайтындай пароль қойыңыздар, өйткені бір жерге жазып қойыңыздар, өйткені ұмытып қалсаңыздар, кейін eBay-дан забыла пароль деп сұрасаңыздар, бірден банға жібереді. Сондықтан парольді ұмытпауға тырысыңыздар. Учетная запись частного лица деп тіркелеміз. ИП ретінде де тіркелуге болады, бірақ алғашында от частного лица тіркелесіздер. Өйткені біз бірінші продаж жасап үйренуіміз керек. Міне жоғар жақта «Здравствуйте, Назира» деп шықты. Олар өздері логин береді. Наспила нижний подчеркивание 0 деп тұр. Оны кейіннен өзгертуге болады. Қазір тиіспеңіздер. Қазір өзгертуге болмайды. Енді